оңтүстік қазақстан облысының бас прокурорына және оңтүстік қазақстан облысының ССке осы мәселенің анық-қанығын шешіп беруін сұранамын. Мен Баймаханов Нұрсұлтан, Түркістан қаласының тұрғыны, Музбел жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде жұмыс атқардым және осы жұмыста көптеген заңсыздықтар орын алды. Айта кететін болсақ, төмендегі видеода көрсетілгендей шоколадтардың мерзімі өтіп кеткен және осы шоколадтардың мерзімін қайта істетіп бізге мәжбүрлі түрде сатқызды. Осы видеоның растығына куәлік беремін. Тағы да айта кететін болсақ, мен 2015 жылы шілде айында осы фирмада жұмыс істедім. Және бұл жұмыста істегенде бізге ешқандай келісім шарт және басқа да документтер сұратылмады. 2016 жылы желтоқсан айына дейін бізде зейнетақы қоры да және экологический де ешқандай төленбеді. 2016 жылы тамыз айында бізге фирманың заңгері Маженов Қапар келіп, сендерді жұмысқа официально тіркеймін деп келген. Және ол өзімен қоса келісім шарт және пустой бланк накладнойлар алып келді. Келісім шартқа біз толтырып бердік, бірақ келісім шарттың датасын қойдырғызбады. Және пустой накладнойлар жайлы айта кететін болсақ, әр жұмысшыға әртүрлі суммаға заттай товар алынды деп накладной шығарылған. Мысалы, маған келетін болсақ, маған 900 мың теңгеге заттай шоколад алды қылып көрсетілген. Бірақ біз осы шоколадты фирмадан албағанбыз. Және осыған қоса қолхатта жаздыртып алды. Қолхатта мен Баймаханов Нұрсұлтан Музбел жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен 900 мың теңгеге заттай товар алдым және оның ақшасын кассаға толықтай қоямын деп жазылған. Біз оған да қол қойып бердік, бірақ оған да датасы қойылмады. 2017 жылы бізге жұмысқа Түркістан қаласына, Шымкент қаласынан комиссия мүшесі келеді. Келіп, бізді компьютерге отырғызбай, сендер жұмыстан боссыңдар деп, бізге 4 күні шығарылған бұйрыққа қол қойдырғызып алды. Ол бұйрықта мен Баймаханов Нұрсұлтан және Тәтібаева Қаракөз оператор 5 күнінен бастап жұмыстан уақытша босатылды деп көрсетілген. Біз онымен танысып қол қойып бердік. Және жұмыстан шықтың деген соң бізге бұйрыққа қол қойып болған соң біз жұмыстан шыға бердік. Себебін не үшін десек, өздері де бізге жөндеп түсіндіріп те айтпады. Және жүре берген соң уақыт өте келе бізге ішкі істер басқармасынан тергеу бойынша звондады. Біздің атымызға арыз түсірген екен. Ол арызда біз мен фирмадан 3,5 миллион теңге алыппын. Және Тәтібаева Қаракөз оператор 1 миллион теңге алыпты. Оны айта кететін болсақ, ода мен фирмадан 900 теңге заттай товар алынды деген накладнойды қол қойып берген. Соны көрсеткен және 577 мың теңгеге пустой бланкке қол қойып бергенімізді үстіне толықтырып, датасын қойдыртып, ақша алды деп көрсеткен. Және 2 миллион теңгені 8 тамыз күні 2017 жылы алды қылып көрсеткен. Бірақ мені жұмыстан 5 күні жұмыстан босын деп шығарып жіберіп, маған 8 күні 2 миллион ақша беріпті. Оны тергеуге түсіндіріп айтып және жұмыстан шығарылған бұйрықты көрсеттім. Тергеуде оны дәлел ретінде алып отыр. 5 күні жұмыстан шығарарда маған осы фирманың заңгері жұмыстан шығарда магазиндердің қарыздары толықтай төленген жоқ.
соларға сен гарант бол деп маған қолхат жаздыртып алды 2 миллион теңгеге. Егер жазбаймын десем, енді сен жұмыстан шыққанша сол ақшаны жинап, олар жинап беру керек. Егер де ақшасын берсе, біз саған ешқандай зияны жоқ қой деп алдап жаздыртып алды. Енді осының жаздыртып алған барлық документтерді маған өзіме қарсы қойдыртып отыр. Осы заңсыздықты анық шешіп берулеріңізді сұранамын. Так, міне жігіттер амал жоқтарынан істеп жатыр. Срок өтіп кеткен, осымен 3 жыл өтіп кеткен шоколадты осы 2017-нің қаншасы? Сентябрьдің 7-сінен бастап тағы ары қарай 3 жылға созып жатыр. Бұны істемесе бұл жігіттерді жұмыстан шығарып жібереді. Амалдары жоқ. 30 мың теңгеге істеп жатыр. Енді қайтеміз енді, мынаны қараңыздар. Мынаның срогын көрейік. Мінекей мынаның срогы. Так. Срогы мынау. 11.01 ай. 17 дейді. Новый срогын көрші. Мынау 12.06 ай 2017. И қанша айға енді қойғыз? 6 айға жаратын қойғыз мұнаны. Сонда жасап берді. Да. Хороший компания деген шоколад. Молочный холодильник крошки дейді. Естеріңізге салайын, ағайын, амаңыздар бұл шоколад. Балаға өте зиян.